сезімі шынайы емес ау деп ойлайсыз ба сонда? Иә. Тек қана жоқ, мен қазір мысалға көріп келе жатырмын ғой енді. Бір кезде шынайы секілді көрінеді, бір кезде шынайы емес секілді көрінеді. И мен өзімнің не чувствовать ететінімді білмеймін, не чувствовать етуге болатынын білмеймін. Мен сұрақ қойсам бола ма? Осыхан. Бекзат. Сізге сыртта айтты ма? Екеуіңіз бір сөйлесіп көрдіңіздер ме? Біз Баласыхан күнде сөйлесеміз. Өткені Назерке сөйлескен жақсы көреді. Тыныш жерде, мен де сондаймын. Тыныш жерде отырып сөйлескен жақсы көремін. Оның түсінбей қалған нәрселерін түсіндірген жақсы көремін. Оның тарапынан болған мен түсінбей қалған нәрселерді мен өзім түсініп алған жақсы көремін. Басқа біреудің аузынан емес, өзінің аузынан естіген жақсы көремін. Қандай мәселе болса да, қандай сөз болса да, айтшы маған не болып жатыр? Ішінде сезіміңді айт, қандай болып жатыр? Мен бәрін сұраймын. Енді маған ұнамаған нәрсе айтамын. Маған нәрсе ұнамай жатыр. Және де бір нәрсе шешейік, шешімін табайық бұл нәрсені. Ешқандай ұрыс керіссіз. Біз күнде сөйлесеміз. Және де Назеркенің ойынның құбылатынына бір не себеп болатынын білмеймін мен. Сіз сырттан келіп тұрған ойлар деп ойлайсыз ба? Жаңағы көрерменнің жазғаны, бәлкім біреулердің айтқаны. Я Баласыхан, алдыңғы эфирде ортаға шыққан кезде де айтылды ғой. Халықтың тарапынан жазған пікірлерге Назерке ренжиді деп айттым ғой. Негізі ол бәрі әсер етеді. Осы жерде бәрі түсінеді, қатысушылардың барлығы түсінеді ғой. Ол нәрселердің барлығы негатив, барлығы әсер етеді негізі. Жаман пікірлер. Сондықтан айтамын, оқымай ақ қойшы ол нәрсені. Мән бермей ақ қойшы деп. Алдында айтқаным сол себепті. Жақсы, бұл Назеркенің сізге деген сенімсіздігінің бір қайдан шығып тұрғанын білдіретін шығар. Ал бірақ сіздің сенімсіздігіңіз, жігіт достары көп деген сөзді айтып қалдыңыз. Сол Назерке сізге айтпағым, жүрегіңізге ерік бергеніңіз дұрыс сияқты, ғашық болып көргеніңіз дұрыс сияқты. Не болса да алдағы уақытта көресіз. Ақыл оймен шешілген мәселе ол ешқашанда жаңадай соңына дейін сондай нәрсе болмайды. Адамның қалағанындай емес, Алланың қалағанындай болады всегда. Негізі Баласыхан айта кетейінші, бұл жақта мен ойымша Назерке бір ғашық болудан қорқам деп жатқан сөзі өтірік сияқты, сылтау сияқты мен ойымша. Бір Бекзат Назеркен адам емес, мен көріп тұрмын да, например, ондай емес сияқты. Назеркеге мен ойымша бір басқа ер азамат керек сияқты да, мысы басатын, сен отыр десе отыр, тұр десе тұратын, сондай бір ер азамат керек сияқты деп ойлап тұрмын. Өйткені көріп тұр ғой, Бекзат қатты жақсы көріп тұр да, жақсы көріп тұрғаннан кейін қыз не істейді, қыз одан сайын құтырады да, например, білген істеп кетеді, үйтеді, бүйтеді. И сол себепті мен ойлаймын, Назерке мүмкін сен өзіңді қинамай, Бекзатты да қинамай, мүмкін бұл расымен де бұл нәрсе іштен шықпайтын біле тұрсандар, тоқтатып, лучше саған өзіне керек ер азаматты таңдау керек па деп ойлаймын. Негізінде біз өзімізге комфортный адам емес қасында мен өзім бір сағат шыдап отыра алмаймын да, ал бұлардың жүріп жатқанына уже 2 аптаның көлемінде болды ғой. Сырттан Назерке айтады да, Бекзат жақсы жігіт деп, Бекзаттың тек жақсы қасиеттерін айтады да. Айтқым келеді, шынымен де Назерке ғашық болудан қатты қорқады. Мүмкін баяғы қарым-қатынастан сондай травма алып қалды ма? Назеркеге айтқым келеді да, сен ештеңеден қорықпа, болашақты қазір ойламай-ақ қой. Қазір данный момент жүрегің не сезіп тұр, эмоцияға берілмей жүрегіңді тыңда дегім келеді да. Себебі мүмкін біз елестеткен болашақ басқаша болуы мүмкін. Мен просто айтып жатқаным, сыртта Бекзатты жақсы дейді, тек жақсы қасиеттерін айтады да. Мына жерде отқан кезде де арасындағы сезімді көріп отырамыз.